Жас ұлғая келе, шаш табиғи түрде ағарады. Жастың ұлғаюымен орын алған шаштың ағаруы ешкімді де таңғалдырмайды. Бірақ кейбір адамдардың шашына ақтың ерте түсуі бұл құбылыстың себебін іздеуге жетелейді. Жастардың шашының ағаруы қарттардікіне қарағанда өзгешерек. Қарттардағы бұл процесс табиғи функциялық шегіну сипатындағы физиологиялық өзгеріс. Ал жастардың шашының ағаруы тұқым қуалаушылықтан болуы мүмкін. Ондай адамдардың ата-анасы немесе ата-әжесі ерте шаш ағару дертіне шалдыққан болуы да ғажап емес. Шаш ағару ауруының себептері тым түрлі болып келеді. Мысалға, альбинизммен ауыратын адамдарда бұл құбылыс көп кездеседі. Немесе қоректенудің нашарлауы, көңіл күйдің орнықсыздығы, жиі жабырқап жүру, үмітсізденіп қамығу себебінен де шаштың ағаруы мүмкін. Шаштың табиғи түрде ағаруы әдетте 40 жастан соң басталады, ал жастар арасындағы бұл құбылыс көбіне 20 жас айналасында орын алады. Шаштың түсі меланиндердің, яғни қара пигменттердің себебінен қарайып тұратындығын бәрімізге белгілі. Пигмент құрамы мол болған сайын шаштың өңі де қанық келеді. Егер пигменттің қалыптасу барысы кедергіге ұшыраса, онда сіздің жас шамаңызға қарамай шашыңыз ағарып кетеді. Жалпы шаштың өсуіне витаминдер де ықпал етеді. Олар жасушаларды жөндеп, бұзылуына жол бермейді. Дегенмен, шаштың ерте ағармауына қандай витамин жауапты екені әзірше анықталған жоқ. Трихологтардың айтуынша, шаштың 36 жастан бастап ағаруы қалыпты жағдай. Шаштың ерте ағаруының себептері: біріншіден, ол күйзеліс, қандай да бір созылмалы ауру, тұқым қуалаушылық, витаминнің жетіспеушілігі, дұрыс тамақтанбау, қоршаған орта жағдайының нашарлауы. Шаштың ерте ағаруына гормондар да әсер етеді. Гормондар дегеніміз ағзаның барлық функциясын реттейтін өте белсенді заттар. Олардың мөлшері тепе-теңдікте болуы шарт. Күйзеліс кезінде осы тепе-теңдік бұзылып кетеді. Оның салдарынан түрлі ауру пайда болады. Соның біріншісі қалқанша безінің кейбір аурулары. Шашты ерте ағарта бастайды. Шаштың түсуі, не болмаса шаштың ағаруы қалқанша безінің ауруының пайда болуымен тікелей байланысты. Кей адам біреуге шашымды ағарттың деп ренжіп жатады. Негізі оның бұлай деуінің жаны бар. Өйткені ренжіткен адамы мұның уайымдап күйзеліске түсуіне әсер еткен. Ал күйзеліс өз кезегінде шаштың ағаруына әкеп соқтырады. Сонымен қатар иммундық жүйенің бұзылуы да шаштың ағаруына әсер етеді. Күйзеліске түскен адамда ағзаның тіндеріне шабуыл жасайтын аутоиммун аурулары пайда болады. Шаштың бірден ағаруын аутоиммун ауруларының белгісі деп те есептеуге болады. Қатты қайғырған адам шашының аз уақытта күмістеліп шыға келуінің бір себебі осында. Ақ шашты түбінен жұлып алса, қайта шықпайды деген түсінік бар. Трихологтың айтуынша, мұны мифке жатқызуға болады. Керісінше, шашты жұлғанда оның фолликулы бүлініп, бұл органды әлсіретуі мүмкін. Ағы бар шашты тықырлап алып тастаса, орнына қара шаш шығады деген тұжырым да қате. Шаштың ағаруын толық тоқтату немесе оны емдеу мүмкін емес. Тек бұл процесті баяулатуға болады. Бұл жағдайда мезотерапия көмектесуі мүмкін. Мезотерапия дегеніміз дәрі комбинациясының аздаған дозасын тері астына енгізу. Бірақ емдеудің бұл түрін пайдалану қаншалықты қажет екенін және дәрі-дәрмек дозасын тек дәрігер белгілейді. Шаштың не себепті ағарып жатқанын нақты біліп тексерілу қажет. Дұрыс тамақтанып, витаминдер ішіп, шашты күтуге арналған заттарды уақытылы пайдаланса, масканы үнемі қолданса, шаштың сапасы жақсарады. Күйзелмеуге тырысып, ұйқының режимін дұрыстау қажет. Шаштың саулығына ең әуелі ішіп жүрген тамақтың құрамы қатты әсер етеді. Тамақ рационында шаш саулығына қажетті витаминдер болмаса, тұқым қуалаушылықпен бірге берілген шаштың ағаруы ерте басталып кетуі мүмкін. Құрамында витаминдер мен қанықпаған май бар, балық
қышқылық, бұршақ дақылдары мен бидайды, көкөніс пен жемісті ас мәзіріне жиі енгізіп қолданғаныңыз жөн. Біз шаштың ағаруы 40 жастан кейінгі адамдарға және қарт кісілерге қалыпты жағдай деп айтып жатырмыз. Бірақ қазіргі таңда дәрігерлер дабыл қағуда. Айтуларынша, балалар арасында диабеттен бөлек өзге де дерттердің қаптап шығуы, соның біріншісі балалардың шаштың ағаруы, түрлі тері ауруларына шалдығуы. Соңғы 5 жылмен салыстырған кезде әлгі аурулар мектепке дейінгі балалар арасында да тым жиі кездесетін болған. Қазір тері бұзылыстары мен ақ дақтар, шаштардың түсуі және ағарып кетуі жиі болып келеді. Қазіргі таңда 50-60%-ке эндокринологтардың мұндай жағдайлардың балалар арасында жиі кездесетіндігін растайды. Ең сорақысы, шаштың түсіп қалуы 1,5 жасар сәбиде де кездессе, ақ шаш 5-6 жастағы балаларда да байқалуда. Ең жас 1,5 жас баланың шашы ошақ болып түсіп қалады. Құрамында қанты көп сусындарды ішеді. 6-7-14 жаста шаштары ағарады. Бұлардың барлығы минералдар мен дәрумендердің біткен кезде біздің шашымыздың ағара бастауына жол ашады, дейді эндокринолог. Бір қасық қанттың өзі иммунитетті 4 сағатқа төмендетеді. Мәселен, Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегінше, бүгінгі таңда мектепке дейінгі балалардың тең жартысы анемияға шалдыққан, ал оның салдары жетерлік. Егер де бала күніне тәтті сусын, печенье, торт, ағынан, күріш көп жейтін болса, қант көбейіп кетеді, микрофлоралар өліп қалады. Олар жойылса, дәрумендер де жетіспейді. Ол анемияға алып келеді, дейді эндокринолог Гүлжан Аманбай. Трихологтар шаштың ағару процесі 40-30 жастағыларға қалыпты жағдай деп санайды. Алайда балаларда ерте пайда болуы тұқым қуалаушылықпен дәрумендердің жоқтығынан тікелей байланысты. Негізгі генетикалық жағдайда жиі кездестіреміз. Сонда да микро және макро элементтердің жетіспеушілігі бірінші орында. Одан бөлек сыртқы факторлардың да ықпалы бар. Ал кішкентай балаларда ақ шаштың кездесуі нормадан тыс болып саналады. Қазір балалар дұрыс тамақтанбайды және көкөністер мен жеміс-жидектерді жегенді мүлдем ұнатпайды. Салдарынан ағзада дәрумендер тапшылығы пайда болады. Дәрігерлер дұрыс тамақтану, спорт және уақытылы ұйықтау келешек ұрпақтың денсаулығын анықтайтын негізгі факторлардың бірі екенін әрбір ата-ана білуі тиіс деп санайды. Осымен қадірменді YouTube көрермен, қазіргі кездегі біздің кішкентай балаларымыздың шаштарының ағарып жатқандығы әрине көп ойланарлықтай жағдай. Әр ата-ана өзінің баласына дұрыс дені сау болу үшін біріншіден жеп отқан тамағының дұрыстығына көңіл бөлу керек, жеміс-жидектерді енгізу керек, зиянды заттарды мүлдем рационнан шегеру қажет. Келер ұрпақтың дені сау болу үшін қазіргі таңнан бастап ата-аналар өздерінің мойындарына үлкен жауапкершілікті артуы тиіс. Осымен қадірменді YouTube көрермен, шаштың ағаруы жайында үлкен тақырыпты қозғап, соңында келешек өсіп келе жатқан ұрпақтарымыздың денсаулығының аса қатты қиын жағдайда екеніне келіп тірелдік. Осы ақпараттарды пайдалы деп тапсаңыз, қазақша контентті қолдап, каналға жазылып, ақпаратты таратып жіберіңіздер. Келесі кездескенше сау саламатта болып тұрыңыздар.